Астанада бір күннің ішінде 4 бала терезеден құлап кетті. Екеуі оқиға орнында қаза тапты. Аман қалған бүлдіршіндер түрлі дене жарақатын алған. Бұл жыл басталғалы естіп тұрған алғашқы оқиға емес. Соңғы кездері биіктен құлау дерегі көбейді. Неге? Ата-ана нені ескеру керек? Аружан Задабек тараптармен тілдесті. Терезеден ұмсынып қайтыс болған балалардың жасы 3-те және 6-да. Олар көп қабатты тұрғын үйдің 10-шы және 16-шы қабатынан құлап кеткен. Ал аман қалған екі бүлдіршін жедел жәрдеммен дәл осы ауруханаға жеткізілді. Қазір екеуінің жағдайы тұрақты. Ақылаттылар кейде ата-ананың жауапсыздығы осындай жағдайға әкеледі деп налып отыр. Жыл басынан бері биіктен құлаған 51 балдырған ауруханаға жеткізілген. Оның 4-еуі стационарда қайтыс болған. Бір қыз 6-шы этаждан құлады, 6-шы класстан. Оның бас ми жарақатымен жағдайы ауыр, реанимация бөліміне жатқызылды. Жамбас шектен ұсыну, қазір бөлімшеге ауыстырылды, жағдайы тұрақты. Екінші бала 1-ші этаждан құлаған, ол жағдайын обследование жасады, компьютер томография, рентген, УЗИ бәрін. Дәрігерлердің бәрі қарады. Мұндай жағдай тек Астанада тіркелген жоқ, өзге өңірлерде де қайғылы оқиғаның орын алғанын естіп көріп жүрміз. Мамандар бала көбіне масаға арналған торға сүйеніп құлап кетеді дейді. Ата-аналарға ескерту үшін төтенше жағдай департаменті жиі рейд жұмыстарын ұйымдастыратын болған. Жыл басынан бері 112 пультіне 39 терезеден құлау фактісі бойынша хабарлама келіп түсті. Оның 10 жағдайы, яғни қайғылы оқиғамен аяқталды, ал 29 факті бойынша әртүрлі дене жарақаттарымен яғни тіркеліп отыр. Масаға арналған материал бүлдіршіннің салмағын көтере алмайтыны анық. Мәселен, тордың диаметрі 0,2-0,3 мм дейік. Жүктеме төзімділігі ары кетсе 5-6 келі. Ал бір жастағы баланың орташа салмағы 9-11, 2 жас 11-13, 3 жас 13-15, 4-5 жас 15-18 келі. Енді өзіңіз саралай беріңіз. Бұғаттау құралдарын қойған дұрыс деп ойлаймын. Москитная сетка көмектеспейді. Қаншама жағдайлар көріп жатырмыз, қаншама чаттарда отырамыз, көбісі жіберіп атады. Міне мынандай бала, 5 жастағы балалардың өзі құлап кеткен жағдайларды естідік. Бұған дейін басқарма 103 диспетчеріне жасалған қоңыраудың аудио жазбасын жариялаған еді. Онда тұрғындар үреймен баланың құлағанын айтып, жедел жәрдемді шұғыл шақырған. Елордада жарты жылдың ішінде 60 бала көп қабатты үйдің терезесінен құлап кеткен. Олардың 9-ы жедел жәрдем көлігінде көз жұмды. Аружан Задабек, Олег Федоров, Астана Таймс.